Бұл оқиға мен саяхатта жүргенде болды. Ал бұл менмін. Мен жалғыз өзім ғана емес, Әсезім досымды да бірге барып келдім. Міне, Әсезім бұл қыздардың ең батыры болған еді. Ол және қорықпайтын. Бірақ ол бір дауысты естіп қалды. Артына қарады, бірақ ештеңе таппады. Бір күдікті тал елестетті оған. Бірақ ол маған айтты, бірдеңе уылдап жатыр деп айтты. Бірақ мен оны түкте сезбедім. Түк дыбыс болып жатқан жоқ еді. Сосын біз орманға бардық. Орманда үй соғып, отын жақтық. Және қорқынышты әңгімелер айтып жаттық. Және ұйықтадық біз. Әсезім бір дыбысты естіп қалды, шошып оянды. Ол мені оятты. Бір дыбыстар, уылдаған дыбыстар қайтып елестеді деп маған айтты ол. Мен түк сезбедім. Мен де ести бастадым бірақ та. Сосын біреуден келе жатқаны естілді. Адамның несі сияқты, жүрген дыбысы сияқты емес, бір үлкен адамның естілді. Ол келе жатты, бізге жақындай жатты. Жақындап келатыр. Біз қорқа бастадық. Сосын ол бізге жақындады, және аяғын Әсезімге ұстады. Сосын біз үндемей қалдық. Сосын ол Әсезімді алып кетті. Сосын мен де сосып, фонарик жағып көрдім. Бірақ Әсезімді таппадым, және ол қолды таппадым мен. Сосын шығып қарадым, өңшеталдар, мен таппадым. Сосын біреудің бұрылды. Бұл мен көрген телевизорда сирени головый ғой деп ойладым. Сосын мен қасалмадым, ол тез жүгірді маған қарай. Ұстап алды ол мені. Сосын ол мені ұзақ ұстады, сосын мені ол жеңдеп жатты. Сосын ұстап барып жеңдеп жатты. Сосын ол мені жеп қойды. Достар, осымен видео аяқталды. Сіздермен болған мен Казак. Пока-пока.